Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. 53 жасында тағы да ақ көйлек кием деп ешқашан ойламаппын. Жастық шағымда тұрмыс құрып, ұзақ жыл отасқан күйеуімнен 5 жыл бұрын айырылғанмын. 3 балам өсіп, әрқайсысы өз алдына шаңырақ көтерген. Немерелерім де бар. Сол себепті өмірімнің қалған бөлігі тыныш өтеді деп ойлаған едім. Бірақ тағдыр адамның жоспарын сұрамайды екен. Ерланмен танысқанымда 52 дедім. Ол менен 2 жас үлкен болатын. Әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болған. Алғашында жай ғана амандасып жүрдік. Кейін әңгімеміз жараса бастады. Бір күні ол маған жалғыздықтан шаршадым деді. Мен үндемедім. Өйткені мен де шаршаған едім. Үйге келгенде балаларымның бәрі өз тіршілігімен кетеді. Кешке жалғыз шай ішемін, теледидар қосып қоямын. Бірақ үйдің іші бәрібір тым тыныш болатын. Бір жылдан кейін Ерлан маған ұсыныс жасады. Алғашында келіспедім. Осы жаста ел не дейді, балаларым қалай қабылдайды деген ой маза бермеді. Бірақ балаларының өзі күтпеген жауап айтты. Анашым, сіз де бақытты болуға лайықсыз деді қызым. Сол сөзден кейін жүрегін жеуіп сала берді. Сөйтіп көктемнің соңында той болатын болып шешілді. Той болатын күн тез келді. Таңертеңнен бастап үйдің іші адамға толды. Көршілер, туыстар, құдалар, бәрі қарбалас. Біреулер қуанып жатса, біреулер сыбырласып жүргенде байқап қалдым. 53-те келін болғанды қараш. Қазіргінің адамдары қызық. Ұялмайды екен. Осындай сөздердің үзінділері құлағыма жетіп жатты. Бұрын болса қатты ренжір едім. Бұл жолы мән бермеуге тырыстым. Өйткені өз бақытым үшін ұялатында ештеңе істеген жоқпын. Кешке қарай беташар басталды. Домбыра үні естіліп, той қыза түсті. Бетіме ақ орамал жабылған сәтте жүрегім ерекше толқыды. Жымадағы қызда емес екенмін. Қазір бәрін кереңірек сезінеді екенсің. Әр сөздің салмағы бар. Әр адамның ниеті көрінеді. Сол кезде болашақ енемнің даусын естідім. Келініміз ақылды болсын, үйдің берекесін кіргізсін деді. Даусы жылы шыққандай болды. Іштей қуанып қалдым. Мүмкін бәрі жақсы болатын шығар деп ойладым. Бірақ мен қатты қателескен екенмін. Түнде той аяқталған соң шаршап әрең отырдым. Күні бойы аяқтан тік тұрғандықтан белім де ауырып кеткен. Ерлан екеумізге арнайы бөлме дайындап қойыпты. Үй үлкен екен, ауласы кең. Бірақ маған бәрі жат сезілді. Жаңа үй, жаңа адамдар, жаңа өмір. Ұйықтар алдында ұзақ ойланып жаттым. Ертеңнен бастап бұл үйде келін атанамын. 53 жастағы келін. Өмір қызық екен. Сол оймен көзім ілініп кеткен. Таңертең ерте оянып кеттім. Сырттан адамдардың дауысы естіледі. Ас үй жақта әйелдер шай дайындап жүрген сияқты. Бетімді жуып, сыртқа шықтым. Бәрі маған қарап тұрғандай көрінді. Бірақ ешкім ештеңе демеді. Мен де амандасып, ас дайындауға көмектесе бастадым. Бір кезде екі әйелдің сыбырласқанын естіп қалдым. Көрдің бе? Иә. Апасы барып қарап шыққан екен. Мен тоқтап қалдым. Нені қарап шыққан? Әйелдер бір-біріне қарап қалды. Ештеңе емес. Дауыстары өзгеріп кетті. Бірақ көңіліме күдік кірді. Бір нәрсе болғаны анық еді. Түске қарай дастархан басында отырғанбыз. Сол кезде қайынсінім күліп жіберді. Анам да қызық өзі. Бөлме іші тынышталып қалды. Енесі оған көзін аларта қарады. Артық сөйлеме, бірақ сөз айтылып қойған еді. Не болды? Деп сұрадым. Ешкім жауап бермеді. Сәлден кейін қайынсіңлім байқамай айтып қойды. Таңертең төсектеріңді тексеріп шыққан ғой. Қолындағы кесе дір ете қалды. Бөлме іші тағы да тынышталып кетті. Ал мен естігеніме сене алмадым. Қалай тексерді? Ешкім үндемеді. Тек енем ғана салқын жүзбен шайын ішіп отырды. Жүрегім дүрсілдеп кетті. 53 жастағы әйелмін. 3 баланың анасымын. Немере сүйіп отырған адаммын. Ал біреу мені жаңа түскен жас келіндей сынап жүр. Сол сәтте қатты қорланғанымды сездім. Бірақ қонақтың алдында үндемедім. Өзімді әрең ұстап отырдым. Кешке қарай адамдар азайып, үй тыныштала бастады. Мен аулаға шығып, жалғыз отырдым. Көңілім құлазып кеткен. Сол кезде көрші апай келді. Жасы 70-ке таяған кісі екен. Қасымда біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана: "Ренжіп отырсың ба?" деді. Мен таңырқап қарадым. Неге? Таңертеңгі жағдайға. Демек, бәрі білген. Бұл мен ойлағаннан да жаман еді. Иә, ренжідім. Апай ауыр күрсінді.
Сен бірінші емессің. Не дейсіз? Осы үйге түскен келіндердің бәрі сондай сынақтан өткен. Денем тітіркеніп кетті. Бәрі ме? Бәрі. Неге? Апай жан-жағына қарап алды. Сосын ақырын ғана. Оның өз себебі бар. Қандай себеп? Оны кейін өзің де білесің. Осын айтты да орнынан тұрды. Мені одан сайын ойға қалдырып кетті. Сол түні ұйықтай алмадым. Көрші апайдың сөзі қайта-қайта есіме түсе берді. Сен бірінші емессің. Бәрі сондай сынақтан өткен. Демек бұл кездейсоқ әрекет емес. Бұл әдет. Арнайы жасалатын нәрсе. Бірақ не үшін? Қандай мақсатпен? Жауабын таба алмадым. Түн ортасында су ішуге шықтым. Дәлізден өтіп бара жатқанымда ас үй жақтан дауыс естілді. Енем біреумен телефонмен сөйлесіп отыр екен. Мен байқамай тоқтап қалдым. Иә, бүгін де қарап шықтым. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Жоқ, бұл да басқалар сияқты емес екен. Жүрегін тарс ете қалды. Басқалар сияқты емес дегені не? Ол тағы сөйлеп жатты. Әлі ерте, біраз уақыт бақылау керек. Мен одан әрі тыңдай алмадым. Бөлмеме қарай үнсіз қайтып кеттім. Бір нәрсе анық еді. Енемнің маған қатысты қандай да бір жоспары бар. Ал оның не екенін мен әлі білмейтінмін. Таң атқанша көз іле алмадым. Енемнің түндегі сөзі ойымнан кетер емес. Бұл да басқалар сияқты емес екен. Әлі ерте, біраз уақыт бақылау керек. Кімді бақыламақ? Неге бақыламақ? Мен қылмыс жасап жүрген адам емеспін ғой. Бірақ бұл сұрақтардың жауабын таба алмадым. Таңертең әдеттегіден ерте тұрдым. Жаңа түскен келін болған соң қол қусырып отыруға ұялдым. Ас үйге кірсем, енем әлдеқашан оянып алыпты. Маған басынан аяғына дейін бір қарап шықты. Ерте тұрғаның жақсы екен деді. Даусы жылы емес, суық та емес. Бір түрлі. Не ойлап тұрғанын түсіну қиын. Мен үндемей шай дайындауға кірістім. Бір кезде қамыр илей аласың ба деді. Әрине. Көрейік онда. Сол күні таңғы асты түгел өзім дайындадым. Бауырсақ пісірдім. Шай қойдым. Дастархан жайдым. Бірақ енемнің жүзінен ризашылық көрмедім. Керісінше, кемшілік іздеп отырғандай көрінді. Түске қарай үйге туыстар келе бастады. Тойдан кейінгі қонақтар. Әйелдер бөлек отырды. Ер адамдар бөлек отырды. Бір кезде енем бәрінің көзінше: "Біздің келіннің қолы қалай екен, байқап көрейік" деді. Мен түсінбей қалдым. Сөйтсем, әңгіме тамақ туралы екен. Қонақтардың бәрі мен дайындаған асты жеп отыр. Өзімді емтихан тапсырып отырған оқушыдай сезіндім. Тұзы дұрыс екен, еті жұмсақ екен. Жаман емес. Осындай сөздер айтылып жатты. Бірақ енемнің өзі үндемеді. Соңында үйренеді әлі деді. Сол ғана. Кешке қарай бәрі кетіп қалды. Мен шаршап тұрғанмын. Сонда да үй жинауға кірістім. Бір кезде жатын бөлмеден енемнің дауысы шықты. "Ей, бәрің бері келіңдерші." Дауысы қатқыл шықты. Үйдегілердің бәрі жиналды. Мен де бардым. Енемнің жүзі сұп-сұр болып кеткен. Сақинам жоқ. Бөлме іші тынышталып қалды. Қай сақина? Алтын сақинам. Мен ештеңе түсінбей тұрдым. Қайда қойған едіңіз? Осы үстелдің үстінде тұрған. Барлығы іздей бастады. Төсек асты қаралды. Сөрелер тексерілді. Жәшіктер ашылды. Бірақ сақина табылмады. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Әлі жоқ. Сосын енемнің көзі маған түсті. "Бөлмеге бүгін кім кірді?" Ешкім жауап бермеді. Мен сұрап тұрмын. "Қайынсіңлім, таңертең жеңеше кірген еді ғой" деді. Бәрінің көзі маған ауды. Жүрегін зу ете қалды. Мен тек шаң сүрттім. "Басқа ештеңе істемедің бе?" "Жоқ." Енем үндемей қарап тұрды. Сол үнсіздіктің өзі ауыр еді. Кешкі ас кезінде ешкім дұрыс сөйлемеді. Менің де тәбетім болмады. Бір кезде үлкен қайнағам: "Мүмкін басқа жерге қойған шығарсыз" деді. Енем басын шайқады. "Жоқ." Сосын тағы маған қарады. Мен бәрін түсіндім. Ол мені ұр деп ойлап отыр. Түнде Ерланға айттым. "Анаң маған сенбей жүр." "Жоқ, сен артық ойлап отырсың." "Жоқ, байқап жүрмін. Анам ондай адам емес." Осы сөз жүрегіме тиді. Өйткені ол анасына сенді. Ал маған сенбегендей көрінді.
ертеңінде жағдай тіпті қиындай түсті. Таңғы шай үстінде енем күтпеген сөз айтты. Үйде бөтен адам жоқ. Бөлмеше тып-тыныш болды. Демек Сақинаны біреу алған. Ешкім сөйлемеді. Менің қолым дірілдеп кетті. Не айтқыңыз келіп тұр? Өзім де білмеймін. Бірақ маған қарап отырсыз. Мен ешкімнің атын атаған жоқпын. Бұл сөзден кейін көзіме жас келді. Өйткені кейде ашық айтпаудан да ауыр нәрсе болады. Ол күмән. Түстен кейін тағы бір соққы алдым. Үйге екі көрші әйел келді. Олар шай ішіп отырып әңгімені Сақинаға бұрды. Табылмады ма әлі? Жоқ. Қызық екен. Мен олардың бәрін түсіндім. Әңгіме әлде қашан ауылға тарап кеткен. Кешке қарай аулада кір жайып жүргенмін. Сол кезде көрші апай тағы келді. Баяғы апай. Маған аяушылықпен қарады. Басталды ма? Не басталды? Оның сынып. Денем мұздап кетті. Бұл да сынақ па? Апай басын изеді. Бұрынғы келіндер де осылай бастан өткізген. Қандай келіндер? Бұл үйге түскендердің бәрі. Сонда Сақина, апай бірден сөзінді бөлді. Асықпа, әлі көп нәрсе көресің. Осыны айтты да кетіп қалды. Сол түні ұйықтайын деп жатқанмын. Бір кезде дәлізден сыбдыр естілді. Есікті сәл ашып қарадым. Енем екен. Ол жалғыз өзі бір затты шкафтың ішіне салып жатты. Қолында кішкентай қызыл қорап болды. Мен анық көре алмадым. Бірақ әлгі қорап маған таныс сияқты көрінді. Дәл сол сәтте енем бұрылып қалды. Екеуміздің көзіміз түйісіп кетті. Бірнеше секунд үнсіз тұрдық. Сосын ол жай ғана: "Ұйықтамадың ба әлі?" Су ішейін деп едім. Енемнің жүзінде түсініксіз күлкі пайда болды. Ертең қызық күн болады. Осыны айтты да бөлмесіне кіріп кетті. Ал менің жүрегім бір жамандықты сезіп тұр еді. Енемнің кешегі сөзі түні бойы маза бермеді. Ертең қызық күн болады. Бұл сөздің астарында не жатқанын түсінбедім, бірақ бір нәрсенің болатынын сездім. Таңертең оянғанда көңілім алаң еді. Үйдің іші әдеттегідей емес. Бәрі бір нәрсе күтіп жүргендей. Шай үстінде ешкім артық сөйлемеді. Тек енем ғана бәрімізді кезек-кезек бақылап отырды. Бір кезде орнынан тұрды. "Бүгін үйді толық жинаймыз." "Жарайды", дедік бәріміз. "Әр бөлме мұқият қаралсын." Дауысы ерекше қатқыл шықты. Сол сәтте жүрегім бір нәрсені сезді. Бұл жай ғана тазалық емес, ол әлгі Сақинаны іздеуді жалғастырмақ. Түске дейін бүкіл үй астан кестең болды. Шкафтар ашылды, сөрелер түсірілді, төсектер қозғалды, қорыптар қаралды. Бірақ Сақина табылмады. Мен іштей қуанып та үлгердім, өйткені ештеңе алмағанымды өзім білемін. Бір кезде енем: "Келін, ана бөлмені сен қараш", деді. Бұл оның өз бөлмесі еді. Мен үндемей кіріп кеттім. Бөлме тап-таза, барлығы өз орнында. Бірақ кеше түнде көрген қызыл қорап есіме түсті. Енем әлденені шкафқа салған болатын. Көзім еріксіз сол шкафқа түсті. Бір сәт ойланып тұрдым. Ашуым келіп кеткен. Соңғы 2 күнде көрген қорлығым есіме түсті. Сосын есігін аштым. Жоғарғы сөреде бірнеше қорап тұр екен. Біреуін алдым, іші бос. Екіншісін аштым, ескі суреттер. Үшіншісін ашқан кезде жүрегім тарс ете қалды. Ішінде қызыл қорап жатыр. Дәл кеше түнде көрген қорап. Қолым дірілдеп кетті. Ақырын аштым. Ішінде алтын Сақина жатыр. Сол Сақина. Енем 2 күн бойы іздеп жүрген Сақина. Мен орнымда қатып қалдым. Бірнеше секунд бойы не істерімді білмедім. Сосын қорапты алып сыртқа шықтым. Қонақ бөлмеде бәрі отыр екен. "Апа", даусым дірілдеп шықты. Барлығы маған қарады. "Не болды?" Мен қызыл қорапты үстелге қойдым. "Мынаны таптым." Енемнің жүзі өзгеріп кетті. Қорапты аштым. Алтын Сақина жарқ ете қалды. Бөлме үшін үнсіздік басты. Бірінші болып қайынсіңлім сөйледі. "Міне ғой Сақина." Үлкен қайнағам таңғалып қалды. "Қайдан шықты?" "Шкафтан таптым." "Қай шкафтан?" "Апайдың бөлмесінен." Барлығы енеме қарады. Мен де қарадым. Өмірімде алғаш рет оның жүзінен абыржу көрдім. Бірақ ол тез өз-өзін жинап алды. Ұмытып қойған шығармын." Үйдегілер бірден тыныштала қалды. "Иә, ондай болады ғой. Жасы келген соң ұмытады адам." Ештеңе етпейді. Әңгіме жабыла салды. Бірақ менің ішінде бір нәрсе үзілді.
2 күн бойы мені ұры сияқты көрсеткен адамдар енді ештеңе болмағандай отыр. Ешкім кешіріңіз деп айтпады. Ешкім сізді бекер күдіктендірдік демеді. Енем де үндемеді. Сақинасын алып, қалтасына салып қойды. Болды. Бәрі аяқталғандай. Бірақ мен үшін аяқталмаған еді. Кешке қарай Ерлан жұмыстан келді. Мен бәрін айтып бердім. О біраз үнсіз отырды. Сосын табылған жақсы болған екен деді. Мен таңырқап қалдым. Бар айтатыным осы ма? Не деуім керек? Мені 2 күн бойы күдіктендірді ғой. Анам әдейі істемеген шығар. Осы сөзден кейін көзіме жас келді. Сен шынымен солай ойлайсың ба? Әрине. Онда неге Сақина дәл өз шкафынан шықты? Ерлан жауап бере алмады. Бірақ анасын да кінәламады. Сол сәтте өзімді жалғыз сезіндім. Келесі күні ауыл дүкеніне бардым. Жолда көрші апайды кездестірдім. Ол бәрін естіп қойыпты. Табылыпты ғой? Иә. Апай басын шайқады. Күткенім сол еді. Сіз бәрін білесіз бе? Ол маған ұзақ қарады. Сосын, біразын білем. Сонда бұл шынымен кездейсоқ емес пе? Апай ауыр күрсінді. Қызым, кей адамдар билікті жақсы көреді. Не айтқыңыз келеді? Ол келіндерін сынағанды ұнатады. Неге? Өйткені бәрі өз айтқанымен жүргенін қалайды. Бұл сөздер жүрегіме қадалып қалды. Үйге қайтып келе жатқанда көп нәрсені ойладым. Мүмкін шынымен бәрі әдейі жасалған шығар. Мүмкін мені тексеріп жүрген шығар. Мүмкін бұл тек бастамасы шығар. Бірақ дәлел жоқ. Сондықтан ештеңе айта алмаймын. Сол түні күтпеген жағдай болды. Сағат 11 шамасында су ішуге тұрдым. Ас үйге жақындағанда 2 адамның дауысын естідім. Енем мен қайынсіңлім сөйлесіп отыр екен. Мен байқатпай тоқтап қалдым. Бұл жолда өтпеді, деді қайынсіңлім. Асықпа. Бірақ Сақина жоспары іске аспады ғой. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Басқасы бар, деді енем. Ол басқалардан қасықтау екен. Енді не істейсіз? Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын енем жай ғана. Ең әлсіз жерін табамын. Денем тітіркеніп кетті. Әр адамның әлсіз жері болады. Оның да бар. Тек әлі таппадым. Мен үнсіз артқа шегіндім. Тынысым тарылып кеткен. Енді күмән қалмаған еді. Сақина кездейсоқ жоғалмаған. Мені бекер күдіктендірмеген. Бұл әдейі жасалған. Ал енем тоқтайтын түрі жоқ. Түнде естіген әңгімеден кейін менің күмәнім толық сейілді. Енемнің мені сынап жүргені анық еді. Бірақ не үшін? 53 жастағы әйелді қорлап, кексеріп, күдіктендірудің не қажеті бар? Осы сұрақ миымнан кетпеді. Келесі бірнеше күн сырттай тыныш өтті. Енем бұрынғыдай қатты тиісіп сөйлеген жоқ. Бірақ мен оның әр қадамымды бақылап жүргенін сезетінмін. Қай уақытта тұратынымды, қайда баратынымды, кіммен сөйлесетінімді бәрін байқап жүрді. Ал мен де сақ бола бастадым. Бір күні үйдегілердің бәрі тойға кетті. Ерлан аудан орталығына кеткен. Қайынсіңлім құрбысының үйінде. Үйде тек мен енем қалдық. Түске қарай енем де көрші ауылдағы құдалыққа кететін болды. Үйге қара, деді кетерінде. Жарайды. Қақпа жабылған соң үйде жалғыз қалдым. Сирек болатын жағдай еді. Сол күні үйді толық жинамақ болдым. Енемнің бөлмесіне кіргенде көзім бұрыштағы ескі сандыққа түсті. Бұрын байқамаған екенмін. Үсті шаң басып тұр. Сандықтың қасында ескі кітаптар мен папкалар иіліп жатқан. Жинастырып жүріп, бір қара дәптерді көріп қалдым. Қалың дәптер. Беті әбден тозған. Алғашында мән бермедім, бірақ сыртында жазылған сөз көзіме оттай басылды. Келіндер. Жүрегім зу ете қалды. Дәптерді қолыма алдым. Бір сәт ашсам ба, ашпасам ба деп тұрдым. Бұл біреудің жеке заты. Оқуға болмайды. Бірақ соңғы күндері болған жағдайлар есіме түсті. Ақыры аштым. Алғашқы бетте күндер жазылыпты. Ескі жазылар. 15 жыл бұрынғы даталар. Астында әйелдердің есімдері тұр. Біріншісі Гүлнәр. Екіншісі Айжан. Үшіншісі Салтанат. Төртіншісі мен танымайтын адамдар. Әр есімнің астында жазбалар бар екен. Мінезі жұмсақ, қатты қарсыласпайды. Күйеуіне бәрін айтып жүреді. Ақшаны жақсы көреді. Анасына қатты жақын. Менің төбе шашым тік тұрды. Бұл күнделік емес. Бұл бақылау дәптері сияқты еді. Беттерді әр қарай аудардым. Бір жерде мынандай сөйлем жазылыпты. Бірінші айда алтын сырғаның жоғалғанын айттым. Жылап қалды. Қолым дір етті. Тағы бір бет. Қонақтардың көзінше сынадым. Үндемеді. Келесі бет. 3 айдан кейін шыдамай кетіп қалды. Мен орнында қатып қалдым. Демек мен ғана емес екенмін. Бұрынғы келіндер де осындай сынақтан өткен.
дәптердің соңғы жағына жақындадым. Сонда өз атымды көрдім. Күләш. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Мен туралы жазба басталыпты. 53 жаста. Өзін сабырлы ұстайды. Әзірге әлсіз түсін көрсетпеді. Сақина оқиғасынан кейін де кетіп қалмады. Көзім қарауытып кетті. Демек ол мені арнайы бақылап жүр, арнайы жазып жүр, арнайы сынап жүр. Сол кезде сырттан көлік дауысы естілді. Шошып кеттім. Терезеден қарасам, енемнің көлігі кіріп келеді. Құдай-ай! Қолындағы дәптерді тез жаба салдым. Жүрегім атша тулап кетті. Енем үйге кіргенде жүзінен бірден бір нәрсені сезгендей болды. Не істеп жүрсің? Үй жинап жатырмын. Менің бөлмемде ме? Иә. Ол бөлмені көзбен шолып шықты. Бір кезде сандық жаққа қарады. Сосын дәптер жатқан жерге көз тастады. Менің тынысым тарылып кетті. Кешке дейін ештеңе болған жоқ. Бірақ енем ерекше тыныш еді. Тіпті тым тыныш. Ал менің ішім алай-дүлей. Оған бәрін айтып тастайын ба? Жоқ па? Ойланып жүрдім. Кешкі ас кезінде күтпеген жерден енем сөйледі. Бүгін менің бөлмеме кіріпсің. Қасық қолымнан түсіп кете жаздады. Иә. Бір нәрсе таптың ба? Мен үндемедім. Ерлан бізге таңы қайқырады. Не болып қалды? Енем көзін менен алмады. Сұра келініңнен. Бөлмеші тып-тыныш болды. Мен де үнсіз қалмадым. Соңғы күндері жиналған ашуым сыртқа шықты. Иә, таптым. Ерлан таңғалып қарады. Не таптым? Мен енеме тіке қарадым. Дәптеріңізді таптым. Енемнің жүзі сұрланып кетті. Қандай дәптер? Келіндер туралы жазатын дәптеріңізді. Үстел үстіндегі тыныштық қорқыныш деді. Ерлан түсінбей қалды. Қандай дәптер? Мен бәрін айтып бердім. Гүлнәр туралы, Айжан туралы, Сақина туралы, сынақтар туралы, барлығын. Ерланның жүзі өзгеріп бара жатты. Ал енем үнсіз отырды. Бір кезде ол орнынан атып тұрды. Менің заттарымды ақтаруға кім рұқсат берді? Ал мені қорлауға кім рұқсат берді? Мен де орнымнан тұрдым. Өмірімде алғаш рет оған дауыс көтердім. Жетер енді. Не жетер? Мені адам сияқты қабылдамай жүргеніңіз жетер. Мен тек отбасыма кім келгенін білгім келді. Онда неге бәрін жазып жүрсіз? Өйткені тәжірибем бар. Бұл тәжірибе емес, бұл қорлау. Үй ішінде үлкен жанжал басталды. Сол кезде Ерлан үстелді тарс еткізіп ұрды. Болды. Екеуміз де үндемей қалдық. Ол өмірінде алғаш рет анасында мені де тоқтатқан еді. Бірақ оның жүзіне қарасам, өзі де қатты сасып қалған. Өйткені дәл осы сәтте ол екі жақтың біреуін таңдауға мәжбүр болатын. Ерланның үстелді ұрған сәтінен кейін үй ішін ауыр тыныштық басты. Енем бір жақта тұр, мен бір жақта тұрмын. Ал Ерлан екеуміздің арамызда қалғандай еді. Оның жүзіне қарасам, не істерін білмей тұрған адамға ұқсайды. Бірінші болып енем сөйледі. Мен осы үйдің үлкенімін. Оны ешкім жоққа шығарттырған жоқ дедім. Онда неге маған қарсы келесің? Өйткені мен де адаммын. Енемнің көзі от шашып кетті. Мен сенің жамандығыңды ойлаған жоқпын. Онда неге күнделік жүргіздіңіз? Өйткені бұрын көп нәрсе көрдім. Мен бұрынғы келіндер емеспін. Даусым қатты шығып кетті. Үй тағы да тынышталып қалды. Ерлан басын ұстап отырды. Екеуің де тоқтаңдаршы. Жоқ, бүгін бәрі айтылсын дедім. Жылдар бойы ішімде жиналған емес, бірақ осы бірнеше аптадағы қорлықтың бәрі сыртқа шықты. Мен бұл үйге жау болып келген жоқпын. Ешкім сені жау деген жоқ. Бірақ солай қарадыңыз. Өзің ойлап таптың. Сақина оқиғасы ше? Енем үндемей қалды. Сол түні ешкім дұрыс ұйықтамады. Ерлан да үндемеді. Мен де сөйлемедім. Бірақ бір нәрсе анық еді. Бұл мәселе енді жабылмайды. 2 күннен кейін ауылда үлкен той болатын болды. Ерланның немере ағасының қызы ұзатылмақ. Бүкіл әулет жиналады. Енем ертемен дайындала бастады. Ал менің барғым келмеді. Бармай-ақ қояйын дедім Ерланға. Жоқ, бару керек. Неге? Қазір бармасаң жұрт басқа әңгіме шығарады. Амалсыз келістім. Тойхана адамға лық толы екен. Әулеттің үлкендері, құдалар, көршілер, таныстар. Барлығы осында. Басында бәрі жақсы өтті. Бірақ мен енемнің көзқарасынан бір нәрсе сездім. Ол әлі ашуын ұмытпаған. Бір кезде әйелдер отырған үстелде әңгіме келіндер жайына ауысты. Біреу: қазіргі келіндер қиын болып кетті деді. Екіншісі: бұрынғыдай емес қой.
Сонда енем сөзге араласты. Кейбіреуі тым өзімшіл келеді. Мен оның кім туралы айтып отырғанын бірден түсіндім. Әйелдер тыңдап қалды. Неге олай дейсіз? Енем күрсінді. Үлкенді сыйлауды білмейді. Ондайлар бар. Өздерін бәрінен ақылды көреді. Мен үнсіз отырдым. Бірақ оның әр сөзі маған бағытталған, бәрі түсініп отырғандай еді. Бір кезде енем тіпті шектен шықты. Кейбіреулер үйге келіп алып, үлкендердің заттарын ақтарады. Үстел басында отырғандар бір-біріне қарады. Жүрегін зу ете қалды. Бұл енді ашық түрде мені масқаралау еді. Сол сәтте бұрынғы мен болсам үндемес едім. Бірақ бұл жолы үндей алмадым. Орнымнан жай ғана тұрдым. Барлығы маған қарады. Апа, әңгімені ашық айтайық. Тойхана тынышталып қалды. Енемнің жүзі өзгерді. Не айтқың келіп тұр? Мен сіздің заттарыңызды қызық көріп ақтарған жоқпын. Онда? Себебі мені ұры қылып көрсеткеннен кейін шындықты білгім келді. Залда отырғандардың бәрі бізге қарап қалған. Ерлан орнынан қозғалды. Күләш. Жоқ, бүгін айтайын. Көзіме жас келіп кеткенін сездім. Мен бұл үйге тыныш өмір сүруге келдім. Бірақ келген күнімнен бері сынақ көріп келемін. Бірде төсегімді тексердіңіз. Бірде Сақина үшін күдіктендірдіңіз. Соның бәріне шыдадым. Зал іші мүлде үнсіз қалды. Енем де орнынан тұрды. Ол да намыстан кеткен еді. Мен жамандық жасаған жоқпын. Онда не үшін? Отбасымды қорғадым. Мен кіммін сонда? Қауіппін бе? Бұл сөзден кейін ешкім сөйлемеді. Бірнеше секундқа бәрі қатып қалғандай болды. Сол кезде күтпеген жерден үлкен әже сөз бастады. Әулеттің ең үлкені. 90-ға жақындаған кісі. Жетер енді. Даусы әлсіз болса да, бәрі тыңдады. Бір үйдің адамдары жұрттың алдында ұрыспайды. Енем үндемей қалды. Мен де отырдым. Бірақ мәселе шешілген жоқ еді. Тойдан қайтқан соң үйде тағы ауыр тыныштық орнады. Ешкім ештеңе демеді. Түнде ғана Ерлан мені сыртқа шақырды. Ауылдадағы орындыққа барып отырдық. Ай жарық екен. Біраз уақыт үнсіз отырдық. Сосын ол сөйледі. Мен көп ойландым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Не туралы? Соңғы бірнеше апта туралы. Сен де дұрыссың. Бұл сөзді алғаш рет естіп тұрмын. Бірақ анам да анам ғой. Мен оны түсінемін. Жоқ, толық түсінбейсің. Онда түсіндір. Ерлан ұзақ күрсінді. Сосын күтпеген сөз айтты. Бұл үйде сен білмейтін нәрселер көп. Қандай нәрселер? Анам бұрын мұндай болмаған. Онда не өзгерді? Ерлан біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана: оның себебі әкемнің өлімінен де бұрын басталған. Не айтқың келіп тұр? Менің үлкен ағамның әйеліне қатысты оқиға болған. Қандай оқиға? Ерлан басын шайқады. Оны айтуға дайын емеспін. Мен одан сайын таңғалдым. Сонда бәрінің артында бір құпия бар ма? Қандай құпия? Ертең білетін шығарсың. Осыны айтты да орнынан тұрды. Ал келесі күні таңертең бізді күтпеген хабар күтіп тұрған еді. Ерланның үлкен ағасы кенеттен ауылға келіпті. Ол бұл үйге 5 жылдан бері аяқ баспаған екен. Есіктен кірген бойда оның бірінші айтқан сөзі бәрімізді таңғалдырды. Анашым, енді шындықты айтатын уақыт келді. Енемнің өңі бірден бозарып кетті. Есіктен кірген адамның сөзі үй ішін тып-тыныш қылып жіберді. Анашым, енді шындықты айтатын уақыт келді. Бұл Ерланның үлкен ағасы Марат еді. Оны бұрын бірнеше рет қана көргенмін. Бірақ бұл үйге 5 жылдан бері келмеген естігенде таңғалғанмын. Енді неге келгені түсініксіз болатын. Енемнің жүзі сұрланып кетті. Қандай шындық? Өзің жақсы білесің. Марат, қазір оның реті емес. Жоқ, дәл қазір реті. Даусынан жиналған өкпе сезіліп тұрды. Үйдегілердің бәрі жиналып қалды. Қайынсіңлім, Ерлан, мен, барлығымыз үнсізбіз. Марат маған бір қарап алды. Сосын анасына бұрылды. Күләштің басынан өткеннің бәрі бұрында болған. Енем үндемеді. Солай ма? Жоқ па? Жауап беріңіз. Енем көзін төмен түсірді, ал менің жүрегім қатты соғып тұрды. Бұрынғы келіндерге де дәл осылай жасадыңыз ба? Деп сұрадым ақырын. Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын енем ақырын ғана:
Бөлме іші тіпті тынышталып кетті. Мен бұл жауапты күткенмін, бірақ естігенде бәрібір ауыр болды. Марат терең күрсінді. Анам бұрын ондай емес еді. Онда не болды? Деп сұрадым. Марат орындыққа отырды. Бәріміз оған қарадық. Бұл оқиға 20 жыл бұрын басталды. Сол кезде Ерлан да басын көтерді. Ол әңгімені білетін сияқты, бірақ толық емес. Менің бірінші жеңгем болатын, деді Марат. Айнұр өте жақсы адам еді. Енемнің көзінен жас жылтырап кетті. Алғаш рет көріптімін. Біз бәріміз оған сендік. Анам да қатты жақсы көрді. Үйдің бар шаруасын істейтін, барлығына көмектесетін. Бір сәтке бәрі үнсіз қалды. Сосын Марат сөзін жалғастырды. Бірақ бір күні үлкен мәселе шықты. Айнұр отбасының жинаған ақшасын алып кеткен екен. Ол кезде бұл ақша үй салуға жиналып жатқан қаражат болған. Аз ақша емес, бірнеше жылдық еңбек. Біз ештеңе түсінбедік, деді Марат. Бір күні жоқ болып кетті. Ақшамен бірге. Үй іші үнсіз тыңдап отырды. Кейін табылды ма? Деп сұрадым. Жоқ. Қайтып келді ме? Жоқ. Бір хабар берді ме? Жоқ. Бұл сөздерді айту Маратқа ауыр екені көрініп тұрды. Сол күннен кейін анам қатты өзгерді. Ешкімге сенбейтін болды. Әсіресе келіндерге. Енем көзін сүртіп алды, бірақ әлі үндемеді. Мен ішімнен күрсіндім. Енді көп нәрсе түсінікті болды, бірақ бәрібір бір сұрақ мазалады. Сонда басқа адамдар неге жауап беру керек? Енем басын көтерді. Бұл жолы өзі сөйледі. Ешкім жауап бермеу керек еді. Дауысы дірілдеп шықты. Бірақ мен тоқтай алмадым. Бөлме іші тағы тынышталып қалды. Енем алғаш рет ішіндегі сөздерін шығарып жатқан сияқты. Басында тек сақ болғым келді. Кейін күдіктене бастадым. Кейін бәрінен жамандық күтетін болдым. Ол жылап жіберді. Мен оны алғаш рет әлсіз күйде көріп тұрмын. Соңғы бірнеше аптада тек қатал, суық адамды ғана көргенмін. Ал қазір алдында шаршаған ана отыр. Бірақ сіз бізді ренжіттіңіз, дедім ақырын. Білемін. Маған ғана емес. Білемін. Басқа келіндерге де. Енем көз жасын сүртті. Білемін. Сол кезде Марат тағы бір шындықты айтты. Айнұр туралы кейін білдік. Бәріміз оған қарадық. Не білдіңіздер? Ол ақшаны өзі алмаған. Енем селк етіп басын көтерді. Не? Иә, кейін анықталды. Ақшаны оның туған ағасы алған екен. Мен де таңғалып қалдым. Сонда Айнұр кінәлі болмаған ба? Жоқ. Бірақ ол қорыққан. Біз сенбейді деп ойлаған. Сөйтіп кетіп қалған. Бөлмеше ауыр үнсіздікке батты. Енем екі қолмен бетін басты. Жоқ. Жоқ. Бұл мүмкін емес. Біз оны кінәладық. Мен оны кінәладым. Дауысы үзіліп шықты. Сол кезде шындықты ертерек білсек, деді Марат. Бәрі басқаша болар еді. Енем еңіреп жылап жіберді. Бұл жолы ешкім тоқтатпады. Жылдар бойы ішінде жиналған өкініш сыртқа шығып жатқан еді. Сәлден кейін ол маған қарады. Көздері қызарып кеткен. Күләш, мен саған көп әділетсіздік жасадым. Мен үндемедім. Кешіре аласың ба? Бұл сұраққа бірден жауап бере алмадым. Өйткені жүректегі жара бір күнде жазылмайды. Уақыт керек, дедім ақырын. Енем басын изеді. Дұрыс. Мен күтемін. Сол күні кешке үй іші біраз тынышталғандай болды. Бірақ бәрі толық шешілген жоқ. Өткеннің жарасы әлі бар еді. Ал тағдыр бізге соңғы сынағын әлі дайындап қойғанын ешкім білмеген. Түн ортасында енемнің бөлмесінен бір тарс еткен дыбыс шықты. Бәріміз жүгіріп бардық. Есік ашық тұр. Ал енем еденде қозғалыссыз жатыр еді. Енемнің құлағанын көрген сәтте бәріміз аптырап қалдық. Апа! Ерлан бірінші болып жүгірді. Мен де жетіп бардым. Енем көзін жұмып жатыр. Өңі бозарып кеткен. Қолдары мұздай. Жедел жәрдем шақырылды. Жарты сағат бізге бір күндей көрінді. Ерлан бөлменің ішінде ары-бері жүр. Қайынсіңлім жылап отыр. Ал мен енемнің қолын ұстап отырғанымды өзінде байқамаппын. Соңғы апталарда қанша ренжігеніме қарамастан, оның басына қиындық түскенде жүрегім жұмсарып кеткен еді. Дәрігерлер келген соң енемді аудандық ауруханаға алып кетті. Біз де артынан бардық. Тексеруден кейін дәрігер шықты. Қауіпті кезең өтті. Бәріміз бір дем алдық. Бірақ ағзасы қатты шаршаған. Күйзеліс көп болған сияқты. Ерлан үнсіз басын изеді. Келесі күндері аурухана мен үйдің арасында жүрдік. Енем бұрынғыдай емес еді.
тынышталып қалған. Көп ойланатын сияқты. Кейде терезеге қарап ұзақ отырады. Кейде көзінен жас шығып кетеді. Бір күні мен жалғыз өзім ауруханаға бардым. Палатада ешкім жоқ екен. Енем мені көргенде таң қалды. Жалғыз келдің бе? Иә. Неге? Мен жымиып қойдым. Халіңізді білуге. Ол үнсіз қалды. Бірнеше минуттан кейін өзі сөйледі. Мен сені түсіне алмадым. Басында сен де кетіп қалатын шығар деп ойладым. Неге? Өйткені бұрынғылар кетті. Мен басқа адаммын ғой. Енем көзін төмен түсірді. Иә, енді түсіндім. Сол күні біз алғаш рет шын жүректен сөйлестік. Ұрыспай, айқайламай, өкпені жинамай. Тек екі әйел ретінде. Мен де біреудің келіні болғанмын, деді енем. Мен таңырқап қарадым. Қатты қиналдым. Рас па? Иә. Енем өте қатал еді. Күнде сынайтын. Ешқашан мақтамайтын. Ол ащы жымиды. Сөйтсем, өзінде соған ұқсап кетіппін. Мен оның сөзін бөлмедім. Кейде адамға ақталу емес, ішіндегіні шығару керек болады. Бір кезде мен де жылап жүретінмін. Кейін күшті болам деп шештім. Бірақ қатал болып кетіппін. Айырмашылығын байқамаппын. Ол көз жасын сүртті. Сол сәтте мен оның бойынан бұрын көрмеген адамды көрдім. Қатал ене емес, қателескен адамды. Өкініп отырған ананы. Бір аптадан кейін енем үйге шықты. Дәрігерлер тынығу керек деді. Сондықтан үй шаруасының көбін мен өз мойныма алдым. Таңертең дәрісін берем, уақытында тамағын дайындаймын, қысымы көтерілсе қарап жүрем. Ешкім сұрамады, өзім істедім. Өйткені адамшылық солай талап етті. Бір күні алдыда шай ішіп отырғанбыз. Күн жылы, жел де жоқ. Енем кенет. Неге маған көмектесіп жүрсің деді. Мен күліп жібердім. Себебі бір үйдің адамымыз. Мен саған жақсы қарамадым ғой. Білем. Сонда да өткен өтті. Ол ұзақ үнсіз отырды. Кешке қарай үйге барлық балалар жиналды. Немерелер де келді. Үй іші у-шу, күлкі, әңгіме, тіршілік. Бұрынғы ауыр атмосфера жоқ. Сол кезде енем орнынан тұрды. Менің айтатын сөзім бар. Бәрі тынышталып қалды. Ол маған қарады. Көзінде жас тұр. Күләш. Осы үйге келгенде сені қабылдай алмадым. Қателестім. Көп қателестім. Бөлме іші үнсіз тыңдап отыр. Бірақ сен бәрібір бұл үйден кетпедің. Маған жамандықпен жауап бермедің. Рахмет. Осы сөздерді айту оған оңай болмағаны көрініп тұрды. Мен орнынан тұрып қасына бардым. Апа, бізге енді өткенді емес, алдағыны ойлау керек. Ол көз жасын сүртіп, басын изеді. Сол күні Ерланда сөз сөйледі. Мен де кешірім сұраймын. Мен таңырқап қалдым. Неге? Себебі сені дер кезінде қорғай алмадым. Бұл сөзді көптен күткенімді сол кезде түсіндім. Жүрегім жеңілдеп сала берді. Кеш аяқталған кезде бәрі тарай бастады. Мен аулаға жалғыз шықтым. Күн батып бара жатыр екен. Аспан қызғылт түске боялған. Самал жел еседі. Сол сәтте соңғы бірнеше ай көз алдынан өтті. Беташар, қорлық, күдік, көз жасы, жанжал, ақиқат, кешірім, бәрі. Сосын өзіме өзім күлімсіреп қойдым. Мен 53 жасында тұрмысқа шыққанда жаңа өмір басталады деп ойлағанмын. Бірақ жаңа өмірмен бірге үлкен сынақ та келген екен. Сол сынақ мені әлсіреткен жоқ, керісінше күшейтті. Ал кейде бір үйдің бақыты жеңіске жетуде емес, бір-бірін түсіне білуде екенін ұқтырды. Соғы